Сәлеметсіздер ме? Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін ұшақ заттан Наполеон жасаймыз. Үй жағдайында өте дәмді шығады. Жасауға кеңес беремін. Осылай слайымный тесто ерітілген бөлме температурасындағы слайымный тестаны алып 9 бөлікке бөлеміз. 9 бөлікке бөліп, оны жаңағы қолдың көмегімен домалақтап жайып, домалақ қып жаңағы жайғанға ыңғайлап аламыз. Оны сеуіп отырып, осылай домалақ қып жаямыз. 9 бөлік шығады. 8 бөлігін жинақтап, торт жаңағы бір-бірінің үстіне ең соңғы бөлігін, 9-шы бөлігін кішкене қызартыңқырап пісіріп, оқтаудың көмегімен езіп аламыз. Небәрі ұшақ заттан тұрады. Жасап көріңіздер. Қонаққа да, өздеріңізге жасасаңыздар да шаймен өте жақсы кетеді. Кез келген маргарин қолдансаңыздар болады. Слайымный тестода өздеріңіз қалауларыңыз бойынша қандай түрін ұнатасыздар, любой түрі бола береді. Маргарин примерно 150-120 грамдай қосасыздар. Газыға ерітіп, бұны крем ретінде пайдаланамыз. Сгущенкамен бірге. Осылай 9 бөлікке бөліп жайып алдым. Небәрі 20 минутта дайын болады. Пешті қыздырып қойсаңыздар, бір қызса тез салып аласыздар. Пеш қызғанша осылай тез жайып аламыз біркелкі етіп. Бұл жерде бірдей формада болуы маңызды емес. Себебі піскеннен кейін крем жақып болған соң артық шеттерін біркелкі етіп кесіп дөңгелектеп аламыз. Бір түнге немесе салқын жерге бір 2 сағатқа қойып қойсаңыздар, крем сіңіп өте жақсы болады дәмі. Тоғыз бөлік шықты. Енді пергамент төсеп, табамызға шанышқының көмегімен әр жерін тесіп шығамыз, көтеріліп кетпес үшін, біркелкі пісу үшін. Енді мына жерде бір кесе алып, оған жаңағы ерітіліп тұрған сгущенкамен маргаринді араластырып аламыз біркелкі массада. Кішкене қызаңқырап кетті. Осылай кішкене қатты қызыл емес, ақ емес, орташа қалыпта пісіріп аласыздар. Бұл тез піседі, бір 5 минутке жетпей. Сондықтан жәнде тұрып пісірмесеңіз күйіп кетуі мүмкін. Осылай кремді толығымен жағып шығамыз. Содан бір-бірінің үстіне жинап, ең соңғы бөлігін оқтаудың көмегімен езіп, сеуіп шығамыз. Үгітілген коржды. Оны осылай жинақтадым. Өте дәмді шықты. Жасап көруге кеңес берем. Ас болсын.